Баршаңызға сәлем достар, қалайсыздар? В общем, достар, мен қамалдың ішіне қазына салатын, қазына тұратын зданияны соқтым, үйді соқтым. Соған обзор жасап көрсететін боламын. Бұл видео қысқарақ болады. Ал кеттік, видеоны бастайық, достар. В общем, достар, бұл үйдің бірінші сыртын көрсетіп кетейін. Бұл үйде айта кететіндей, осы елдің, елдің дегенде ханның қазынасы сондай тұратын үй ғой, кішкене. Сондай кинолардан көрген шығарсыздар, сондай үй ғой, короче. Міне ішін мынандай сундуктар тұрады, бағалы заттар тұратын үй ғой, міне. Әлі ештеңке жоқ, енді соғып басып жатырмын, достар. Бұл үйді, короче, андай кішкентай кәдімгі дизайнын соққан болатынмын, достар. Міне сундуктарда әлі ештеңке жоқ, енді салатын боламын. Ал екінші этажында тағы да бар, сундуктар тағы да бар. Бірақ негізі бұл үйде әлі жителді қойып, сонда жасайтын боламын, достар. Міне сундуктардың ішінде ештеңке жоқ, достар. Міне қамалдың енді ішінде ғой, бұл енді бірақ көп жер алып тұрса да, әлі бір нәрселер соған, не салайын, соны комментарияға жазып кетіңіздер, достар. Ал қамалды енді төбесіне дамытып жатырмын, соны келесі видеода көрсететін боламын, достар. Осымен кішігірім видеомыз аяқталды. Сау болыңдар, достар. Келесі кездескенше амандықта болайық.